Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Миды жейтін әйел 3-ші бөлім. Зере мен Ербол тойдан кейін шетелге саяхатқа кетті. Алтын болса, ханның қызын ұзатқандай дүркіретіп жасаған тойын, құдалар жағынан киген киетін, қалың мал құнын шырлаумен болды. Ол үшін іші күйгірлерге кезек-кезек хабарласты. Бәрінің сөзінен өзінің қандай ақылды, тапқыр, талғанбас екеніне тағы бір көз жеткізіп, көңілін толтырған алтынға әлемнің тұтқасын ұстап тұрған адам екенінің дәлеліне Жанардың мақтауы жетпей тұрғандай көрінді. Әлгінде ғана қойған телефонға қайта жабысып отыра кетті. Жанар, сәлем. Қалдарың қалай? Қолым енді босап, қыз ұзату оңай емес екен. Шашылып қала жаздадық құрсын. Сәлем, жақсымыз. Өздерінің қалдарың қалай? Әрине, қаншама шығын. Жоқ, ақша жағын айтып тұрғаным жоқ. Құдайға шүкір, той шығынын қалың малдың өзі ақ жапты. Тіптен артылды да. Ол болмаса қайбір жарылқап тастайтын жақынымыз бар еді. Әншейінде Құдайдың құлағын ұстап отырғандай болатын Майра мен Сартайдың өзі жұп-жұқа конвертін қолтықтай келді. Жарымай қалғырлар. Қойей, солай етті ме? Мен біраз шығынды Майра жапқан екен десем, ағасының алғашқы қуанышында онысы дұрыс болмапты. Иә, сөйтті. Қарындас боп ағасын ойлаушы еді ол шығайбай. Керісінше, ағасының қызы жақсы жерге барғанын көре алмай, іші қыз-қыз қайнап, онысы бетіне шығып тұр демес пе? Тіпті көмек бермесе де, ауызбен не істеп жатсыңдар, деп хабарласып та тұрмады. Алтын қайын жұртқа өзі кеш хабарласып, еш шаруасына араластырмағанын ұмытып, жалғыз қайын сіңлісін жерден алып жерге салды. Құрбысының жанды жерінен бұрап, біраз сөйлетуді ойлаған Жанарда Алтынның тілін қышытып қояды. Сол Майраң тіптен ұнамайды, тырайып алып, арамса жүрген. Бірақ арық адамдар арам болады, дейді. Ол шын негізі. Арамсалығын мен алдына жан салмайды. Әлде мені алдында жайылып жастық болсын дейді ме? Бұған дейін ешкімнің алдында бас имеген Алтын осы жасқа келгенде ене атанып отырып, сол сүмелектің алдында иілмеспін. Кредит деген иттен шыға алмай отырғанда да Құдай күнімді оған салмаған. Аллаға шүкір, кешегі тойдан соң бар қарызымыз жабылды. Жақсы болған, енді қызыңның жасауын қашан апарасың? Қалың малға сай жасау апаруын керек дегендей. Ой, 6 өрпе 4 жастық деп жүретін заман ба қазір. Әр бөлмесі бір спортзалдай пәтері бар. Ішінде керектінің бәрі қойылған. Солар менің 10 кесе 10 қасығыма қарап тұрған жоқ. Ақшалай береміз. Өздері керегін алсын. Қазір жастарға біздің алғанымыз ұнаушы еді. Әрі олардың алатыны біздің елден табылмайды. Бренд дейтін беді, сондай алады олар. Алтын қызының ендігі ауқатты екенін қыстырып кетті. Бірақ өзінің тойдан түскен ақшаның бәрін жаратып қойғанын есіне түсіріп, іші қылп ете қалды. Ол да дұрыс. Қазір жастардың талғамы бөлек. Бастысы аман есен ұзатып, арқаңнан бір жүк түскендей күйде шығарсың. Иә, айтпа. Қанша күн уайымдап мейрамханасынан бастап, кісілер тізімін асаба, музыканты бар, камералары бар, ас мәзірі, еті, тойбастары, тарататыны бар, миым атала бола жаздап. Әйтеуір атқарып шықтық. Мұсаны білесің ғой, ашшақ тапқаны болмаса, ондай істерге араласа бермейді. Бәріне жалғыз өзім жүгірдім. Жақын дегендердің бәрі сылаңдап той төрінен табылғандар болмаса, жылы сөз айтып қолдауға жарамады. Құрсын, өтті ғой бәрі де. Осы қатын қалай өткізер екен деп сынап келді солардың бірі қалмай. Үйде отырғаныма түк көрмеген қолынан ештеңе келмейді деп ойласа керек. Құдайға шүкір. Бала тәрбиесімен, күйеуімнің айтуымен үйде отырғаным болмаса, қандай мекемемен болсын белді қызметкері болар едім. Сол жұмыс істейтіндерден еш жеріміз кем емес. Креслода отырып жардай боп семіруден басқаны білмейтіндердің білімі менен асып жатқаны жоқ. Қалай жүгіргеніңді көрдік. Негізі сен мықтысың, Алтын. Қазіргі заманда мынадай қылып қыз ұзату әркімнің қолынан келе бермейді. Айда аспаннан бір-ақ шығардың.
Және өзің сол шаршағаныңның бірін көрсетпей арнайы демалыс алып, дайындалып келген кісідей әп-әдемі болып жүрдің. Бәрін айт та бірін айт, қалай арықтадың, соның сырын айтсаңшы. Жанар да маскасын киіп алып, Алтынның неше сағат мыжып отырғандағы естуде ынтыққан сөздерінен де аянып қалмай, Алтынға үзілгелі тұрған шегін қайта бұрап, енді 1 сағат шырлауға тақырып тауып берді. Ой, айтпа, бұрында семіздігім шамалы еді ғой. 4 баладан кейін бөксе мен белдің тұсында қонақтап алған кішігірім майларды кетіргенім болмаса арықтаған түгім де жоқ. Сол қалпымдамын. Алтында Жанардың ойын түсініп жауапты қысқа қайырды. Онысы сұрулығының сырын ешкімге жарияламау принципі. Жанар, жақсы онда. Біраз уақыт болыпты, жұмысым көп еді. Хабарласамыз. Телефон соққан өзі емес, Жанар хабарласып, қауырт шаруасынан қалдырғандай ренішпен Алтын тұтқанын тастай салды. Өзінің түйенің жарты етіндей екенінен шаруасы жоқ. Қалай арықтадың дейді ғой. Соның тамағын жеп жүргендей, аз-мұз ысылған шығармыз, арықтайтындай, не басымызға күн туыпты. Оның сырын басқаға айтсам да саған ашпаспын. Жүр солай, жарылардай болып. Таудай табысың мен ажарың кімге керек? Тұла бойыңды май басып жатса. Алтын күйеуінің арықтасаңшы, құдағиың қыздай боп тұрғанда деген сөздерінен кейін арнайы фитнеске жазылып, жанынан кейінгі 2 жақынына тамақ пен ұйқыдан бас тартып, ертемен жүгіріп тамақтың алдында су ішіп біраз әлектенген. Ешбірінен нәтиже болмаған соң, Айшаға айтып интернеттен арықтаудың тиімді тәсілдерін іздеткен. Бір күнгі еңбегінің жемісі болып, алдынан сүлікпен арықтататын орталықтың жарнамасы шыға келгенде, керегің жоқ деп Айшаны қуып жіберіп, телефонын жазып алған. Жай қоймау, бұл туралы біреуге айтар болсаң, тілін өзі кесетінінің ерекше ескерткен. Дереу орталыққа телефон шалып, жазылып, күнара сол орталық пен үй арасын жол қылған. Алтын тойға дейін шынымен де көріп, көп арықтаған. Онысын Мұсадан бастап, барлық қонақ аңғарды. Қыз келіншектер жағынан арықтау тәсілін сұраушылар көп болды. Тек Алтын еш құпиясы жоқ. Той қамымен жүргенде қайдағы арықтау деп ешкімге сырын ашпады. Құдағиынан көркімен де, киіммен де, мүсіннен де қалыспағанына өзі сенімді. Жаңағы не деді өзі? Қыздың жасауын беруін керек деді ме? Сол жасауға қарап тұрғандай, бірақ бермеуге болмайды. Болмашы нәрсеге бола осынша жер жарып, тұрған атақтарына кір келтіруге болмайды. Беру керек. Ақшаны қайдан алады? Қалың малымен тойға түскен ақшадан бар кредитін жауып, өмірінде бір ұйқысы тынышталған еді. Жасау дегенін кім шығарғанын? Бұдан әрі Алтын атам заманға барып, қызға жасау беру керек дегенді ойлап тапқан қазақты түп тұқиянын қалдырмай, алаңсыз сыбады да, қай банктен несие алуым тиімді екенін ойлап кетті. Қызы шетелден келген бетте хабарласқан Алтын Зереге жасау туралы айтты. Ту, мама, бәрі бар. Сол жасауды міндетті түрде беру керек пе? Қызым-ау, саған керегі болмағанмен ата салты, баба дәстүрі деп шығады ертең. Жұрт, әйтпесе білесің, тойдан кейін ақша жағынан тарылып қалғанымызды. Алтын оған дейін шалқып өмір сүріп, бар жиған қазынасын Зеренің жолына шашқандай аяқталды. Мама, жасалу керек болса ырымын жасай саларсыз. Не әкелді деп ешкім түгендемес. Менің де ойлағаным сол еді, ырымын жасап апарған 4 жастығымды қайтесің. Ақшалай бере салсақ деп отырмыз әкең екеуміз ақылдасып. Олай болса сол ақшаны сіздер бердіңіздер, біз алдық деп есептейік. Қой, күйеу баладан ят. Береміз, Айшаның оқу ақысын төлеп алайық. Әкеңнің табысын білесің ғой. Басымызға тартсақ, аяғымызға ашылады. Жасауың сол 1 миллионға шығар. Ят деп ақшалай беру ойларыңызда болса, азын аулақ ақша беріңіздер, 1 миллионға не ала береміз? Ербол ондайға басын қауыртпайды. Мен берді дермін, қанша қайда кетті деп сұрай қоймас. Сұраса да бөтен емес түсіндіремін. Зере бөтен емес деп бар сырыңды жая берме. Еркектен жасыратын жағдайларда болады. Жазсың. Қазір айтқаныңды кейін бетіңе басады. Еркектің іші тар келеді. Өзінің жақындарын ғана ойлайды олар. Сосын өзіңе қарап жүр.
Ерболдың махаббаты мәңгілік өзіңмен болатындай жағдай жаса. Ол қалталы болса, сен ақылдысың. Үйде отырмай жұмысқа шық. Әрқашан жаныңда бол. Ақшалы сымбатты жігітте ойы барлар көп. Оларға отбасылы екені де маңызды емес. Отбасылық өмірден бар білген түйгенін Зеренің құлағына құйған алтын Мұсаның миын тоқылдатып жүріп үйренген несиесін алғызды. Күйеу баласы мен құдағиының алдында намысқа тырысып бақты. Онысын кейін жаһанға жариялап, айлап жырлады да, бір отбасымыз деген қызынан бұл ақшаның еселеп қайтарын болжап, алтын өзінің саясатына өзі баға беріп жатыр. Зеренің жасауы берілген соң, Мұсаның Теміртаудағы ағасы дүниеден өтті деген суық хабар келді. Несиеге батып отырған алтын аяқ асты ауырып, ағасының жаназасына Мұса 2 ұлын ертіп, өзі кетті. Алтынға ағам қайтты деп еді, танымайтын біреудің хабарын алғандай, иманды болсымен шеттелді. Мұса жолға жиналып жатқанда басым әкетіп барады деп, қайнағасының соңынан кетердей бетін жауып жата берді. Алтынның Теміртауға бармауының себебі, қайнағасының 20 жыл бұрын тойдан кейінгі Ұлы Отан соғысында өзіне қарай айтқан оқтары, сол оқтан жаралаған жаны әлі жазылмаған. Жазылмағаны соншалық, жақынын өлімге қимайтын қазақ екендігін де ұмытты. Мұса еліне айтқан сөзі құмға сіңген судай болатынын біліп, үндемей ағасын жерлеп келді. Алтынның сол ауруын туған күніне қызы мен күйеу баласы сыйлаған құндыз тон ғана жаза алды. Тонды киіп жадырап шыға келген ол, құрбыларына хабарласудың сылтауы табылып, ұзақты күн телефон құлағына жабысты да қалды. Оның да ариясы бітіп, бір күн ауру, бір күн сау, алтынның өмірі өтіп жатты. Араға жыл салып, дипломын қолға алған Айша тұрмысқа шығамын деді. Ойбайлап ауырып қалған алтын құдасының прокурор екенін естіп, беті бері қарады да күйеу баласының болашақпен шетелде білім алғанын, бірі компанияда үлкен қызметте екенін білгенде, дертінен құлан таза айықты. Тойға дайындық басталды. Бұл жолы бұрынғы алтын емес, қыз ұзатудың жілігін шағып, майын алып жүрген алтындай іске кірісті. Ақылдастар алқасына Алмагүлдің жанына Зере қосылды. Мұса мен Ербол тойдың басты демеушілері. Қажет деген қаражатты тауып беріп отырды. Тойдың алдында өз абыройын ойлаған алтын Теміртауға барып, өтірігін үйіп төгіп, абысының мен енесіне көңіл айтып, тойға шақыра келді. Айшаның ұзатуы Зеренікінен асып түспесе кем болмады. Жылдар бойы іші күйгір құрбыларының алдында тауы шағылып жүретін алтынның қолына осылай қыздары 2 қалқан ұстатты. Біреуі шетелдік компаниямен серіктес ұлы Ербол болса, екіншісі ұлттық компания қызметкері прокурордың баласы, ендігі жерде алтынның ұлы Асқар. Бұл қалқандарды алтын кез келген жағдайда, кез келген адамдардың алдында көлденең тоса қояды. Мақтанса сөзі қыздары және күйеу балалары. Бірдеңенің шешімі табылса, Асқар мен Айшасы біледі. Ақылдасар мәселе болса, Ербол мен Зересі бар. Мұсаның табысы мен қыздарының көмегімен алтынның асығы алшысынан түсіп, көкірегі көтерілгенде көктіреді. Бұрынғы бірнеше жыл бір тонмен жүрген жалғыз кереуетте жатқан алтынға пәтері де тарлық етіп, үйдің жаңасын қарастыра бастады. Қыздарың кетті, 2 ұлмен қайда симай жатырмыз, жетпейме осы пәтер деп, тағы бір несиенің құрығы жақындап келе жатқанын сезген Мұса асаудай тулады. Оған қарайтын алтын ба, қалайда ойындағысын іске асырып, қаланың байлар тұратын ауданынан үй іздеуге кірісті. Жинап отырған қоры болмаса да, 10 жыл бойы туғанындай болып кеткен банктерге сеніп отыр. Бастысы, үйін жаңалап алса, несие төлене берер. Бірақ алтынның дәл осы ойы іске аспай қалды. Алтын зыр жүгіріп пәтер қарап, бір-екеуін салыстырып қайсысын алатындарын күйеуімен ақылдасуға келгенде, Мұса мен Ғабит ас бөлмеде мұны күтіп отыр екен. Жайшылық па, не қып отырсыңдар? Сені күтіп, мені күтіп не көрінді, тамақ па? Осы үйдің қазанын мен көтеріп кеткен жоқпын. Бар тамақты ысытып іше бермейсіңдер ме? Шаруам шаш етіктен. Дайын дүниені шайнап ауыздарыңа сала алмаймын. Қимылдаңдар өздерің деді. Алтын, от алмай жүрмей отыршы.
Отырамын, онсыз да отырамын. Аяғым талып әлем құрып тұрмын өзі де. Жұмсап жіберер қыздарым да жоқ. Әй Қасым, қайдасың? Шәйнекті қосшы. Таңертеңнен нәр тартқаным жоқ, Қасым деймін деді. Мен қосайын мама, Қабит орнынан ұшып тұрды. Жұмсайтын қыздарың кетіп, шаршап жүрсең, алтын ұлың қолыңды ұзартамын дейді. Немене? Ұлы қолын күштеп тартып ұзартқалы жатқандай, алтын баж ете қалды. Неге сонша шошисың? Қабит үйленсем деп отыр. Үйленемін. Несімен үйленеді? Осы үйдің балалары немене әкелерінен алған мұраларын оқу бітіре сап отау құру ма? Ана екі қыз кетіп еді дипломдарының соңынан. Енді сен шықтың ба? Неменеге асығасың? Үйімізді үлкейтіп, құда күтерлік жағдайымызды жасайық. Үлгересің сосында. Алтын, сол асығатын жағдай боп тұрды екен. Мұса, созбақтамай тезірек айт, не жағдай? Келіннің аяғы ауыр көрінеді. Соны немене? Жасына жетпей қағынған, үйде отырып екі қабат болған көргенсізді келін қылмақпысың? Ол баланың сенікі екеніне сенімдімісің? Бесіктен белін шықпай жатып, екі қабат қылуды қайдан білесің сен? Алтын ұлын арқасынан төмпештей жөнелді. Мама, бала менікі, үйленемін болмаса. Неміне болмаса? Мені қорқытқың келе ме? Алмайсың, алдыртпаймын. Етегіңе ие бола алмай жүрген қаншықты. Алтын, үстелде жұдырығымен қойып қалған Мұса орнынан тұрды. Не алтын? Не алтын? Алтын болмағаныма 45 жыл. Ал алтын екі айтпайды. Бұзылған қызды келін етпеймін. Ішкелі отырған шайым қайда қалды? Ішіңдер өздерің, атау керілеріңді. Тұла бойын жоғары волтты тоқ соққандай, алтын қалшылдап, дірілдей қалды. Ұлым, сен бара бер. Мамаңмен өзім сөйлесемін. Мұса Ғабитті шығарып жіберіп, есікті қатты жапты. Алтын, сенің мынауың не енді? Ғабит кішкентай бала емес, үлкен жігіт болды. Бұларды қашанғы бала көріп, төмпештей бересің. Ойларын ашық айтуға да батылы жетпейді осылардың. Әбден ынжықтанып кеткен сияқты. Балаң менің өзіме зорға жеткізді ойындағысын. Қыздарды жібердік енді. Мұса, сен мені балаңның алдына шығып бермексің бе? Әлде анау көшеде қаңғыған, әркімнің қаншығы болған жезекшенің алдына басымды иіп бересің бе? Баламның басын айналдырып, дуалап алған шығар салдақы неме? Ей алтын, сен кішкене ана ретінде ойланасың ба осы? Балаң бізден басқа ешкімге керек емес, білесің бе? Оның да болашаққа құрған жоспары мақсаты бар. Соның бәрінің құл талқанын шығармақшысың ба? Не деген адамсың сен? Не деген адаммын? Мен ғой бұл үйде Гестапоның қарындасы. Сталин менің туысқаным, тағы кім бар еді? Қандай жауыз бар? Соның бәрінің қаны бар менде. Мен шырылдасам бекер шырылдамаймын Мұса. Тіпті осы уақытқа дейін ұлымның қызбен жүретінін білмеппін. Қашан, қайдан пайда болған қыз өзі деп, ас үйде отырып даусын қаттырақ шығарды алтын. Қайдан пайда болғанда, саған соның бәрін айтайық десек, тулап кеттің ғой. Өскемен жақтың қызы екен. Арғы жағында бір ауылынан. Бәсе, біліп едім. Болды, айтпай-ақ қой қалғанын. Ауылдан қалаға келіп, қаланың жігіттерінің астына жата қалатын сондай тәрбиесіздер көп. Ауылдың қыздары сүмірейіп жүріп, бәленің бәрін біледі. Шешелері қалаға оқытып жібереді. Олардың мақсаты қалада біреудің астына жатып, жүкті болып, ақырында ауылына бармай, осында қалу. Басқа жоспарлары жоқ олардың деп, алтын даусын одан әрі қаттырақ шығарды. Алтын, сен олай біреудің қызын қаралама. Ол да біреудің мәпелеп отырған баласы. Сенің ұлың шығар асықтырған, қайдан білесің? Неге бір жақты ойлайсың сен? Ертең келін боп, осы жерде асын беріп отырса, алмайды. Ойбай, ондай келінді алдырмаймын. Ғабит шешеңді өлтіріп барып аласың. Тап сол сайқалды. Үйге кіргізетін болсаң, шешем жоқ деп есепте. Ойбай-ай, ойбай, жұртқа не деймін? Екі қызым енді ғана жарыққа шығарды ма деп отырғанда, мына бала елдің алдына қарап ет қылдау. Ойбай деп аңырап жылап даусын үдете түсті. Бұлардың күбірлеген даусын еміс-еміс естіп жатқан Ғабит пен Қасым келесі бөлмеде үнсіз отырған. Алтынның ойбайлаған даусын естіп, Қасым ағасына қарады.
Ағасында үн жоқ. Шешесінің ащы зарын тыңдағысы келмеді ме, балконға шығып кетті. Алтын, ой байлағаннан бірдеңе шешем дейсің бе? Есіңді жиып ұлыңнан мәселенің мән-жайын сұрайық. Мүмкін шынайы махаббатпен қосылайын деп жатқан шығар. Жастарға қарсы шығып, олардың жаңа өміріне балта шапқанымыз. Мұса, дәл осы жерде маған ақыл айтпашы. Маған жүктілігі маңызды емес. Енді ғана еңсеміз тіктеліп келе жатқанда, тағы да шашылып той жасап. Есіңнен адастың ба, Алтын? Сен сонда бағанадан бері тойды өткізуді проблема етіп отырсың ба? Бір емес екі қыздың тойын атқардық. Ұлыңның тойы жасалмай қалады дейсің бе әлде? Жоқ, Мұса. Ол салдақының баламның басын айналдырып алғанына күйініп отырмын. Білем, баламның басы айналды. Қазір барып, құламақшыға барам. Барлығын сұраймын. Баламмен сосын сөйлесермін. Көрсетемен ол қызға деп, тістеніп орнынан тұра бергенде, Мұса оң қолымнан сілкіп отырғызды. Алтын, құмалақша сенің не балаңның тағдырын шешіп береме? Сондай сандырақтағандарға неге барасың? Олар әбден проблемаларыңды біліп алып, екі есе етіп өзіңе қайтарып, айтып береді соны. Сол ма керегі саған? Сөзді қой, балаңмен қазір сөйлесеміз. Бәрін ақылмен шешуіміз керек. Үйленем десе үйлендіреміз. Балаңның бағын байлама, деді Мұса. Мұса қатыны екеуі осын қайда жатады? Оны ойламайсың ба? Өзіміздің бөлмеге оларды шығарып, Қасымның жанына бергі жаққа жатамыз ба? Оның да бір амалы табылар. Бәріміз бір бөлмеге жатсақ та. Көшеден келген жүзекшені құшақтап жат ендеше деп, Алтын орнынан көтеріле бергенде, Мұса тағы да тоқтатып қалды. Осы уақытқа дейін анасының балаларына жалпылдай айғайында ұрыстың шеті тигені болмаса, Ғабиттің бетін ешкім қақпаған еді. Жалпы, бұл үйде ертеден кінәлі бір адам ғана, ол Зере болатын. Бала күнінен артынан ерген үш бауырының қателігіне бола сол жазаланатын болғандықтан, қалғандары шешелерінің айғайын, шыбын қаққан құрлы көрмейді. Әсіресе Ғабит, ұлдың үлкені ретінде еркін өскен. Сол еркіндікпен жұлдызға үйленетінін сенімді түрде айтып келген. Шешесінің сүйіктісі туралы небір балағат сөздер айтып, оны жексұрынға көрсеткеніне Ғабит қатты ашуланды. Болашақ жарының алдында жауапсыз болып көрінуі Ғабит үшін өліммен тең. Ата-анасы жабық есік артында жасырын жиын өткізіп жатқанда, Ғабит жинала бастады. Аға, қайда барасыз? Кетемін. Мені адам деп тыңдап жатқан ешкім жоқ. Қайда кетесің? Мамамдар біле ме? Білмесе, жиындары біткен соң сенен білер. Үйленуге рұқсат бермейінше бұл үйге келмеймін. Жұлдызды алдырмаса, өзіме қол жұмсаймын. Ата-ана боп баласын түсінбейді. Аға, жиын болса сол мәселені ақылдасып жатқан шығар. Күтсеңші. Осынша ақылдасатындай мәселе екенін білмеппін. Зере мен Айша менен де кішкентай кездерінде тұрмыс құрды. Аға, оларға да рұқсатты айғаймен берген жоқ па? Сәл сәбір сақтасаң. Жоқ, не үйленемін, не өлемін. Есіктері ашылса айта сал. Ғабит сыртқа есікті тарс жапты. Сыртқы есіктің қатты жабылғанын естіген Мұса мен Алтын ас бөлмедегі жиындарын тез аяқтап атып шықты. Кіре берісте Қасым тұр екен. Не тарсыл, не тарсыл? Бұл моланың есігін сонша қайсың жапқан? Сындырыңдар, қиратыңдар. Маңдай терілермен табыс тауып жатқан жоқсыңдар. Өңкей арам тамақтар. Тамақтары пісірулі, киімдері жуылы, құтырайын депсіңдер. Қыздары тұрмысқа кеткелі үй тірлігі өзіне қарап қалып, үш азаматтың жағдайын жасайын деп, Алтынның өз жағдайы болмай жүреді. Мұса профессордың сағаттап соққан лекциясынан кейін басы ауырып кеткен Алтын барш ашуын кенже ұлынан алды. Неғып тұрсың, қаққан қазықтай серейіп? Ғабит қайда, деді. Ағам кетіп қалды. Қайда кетті? Не үйленемін, не өлемін деп айта сал, деді. Немене? Үйленуге рұқсат бермесе бұл үйге енді келмеймін, деді. Мұса жанында тұрған күйеуі жеті қат жер астына түсіп кеткендей Алтынның ащы даусы шықты. Әйелінің айтқандарын естіп, оған уақыты мен сөзін шығын еткенін, оның өзгеруі қиын екенін ойлап тұрған Мұса мына дауыстан селк ете түсті. Жан-жағына алақтаған Алтын жанында тұрған күйеуіне жұлмалай жөнелді.
Не істеп тұрсың? Бар жүгір табана баланы. Біреудің қызын 2 қабат қылуға ғана мейі жеткен мейсізді алдыма кел. Үйден кеткенін несі тағы? Ойбай, неге тұрсың болсаңшы? Ұзаттырмай қайтарсаңшы ана баланы. Алтынның селкілдеген түрінен шошынған Мұса жылдам киініп сыртқа шықты. Ұлының ашуы жылдам екенін Мұса жақсы біледі. Оның бетін қазір қайтаруға тырысу әурешілік. Мұса білетін Ғабит болса 2-3 күн жынданып, соңынан ақылға келіп өзі келеді. Сондықтан да Мұса есік алдына шыққанымен Ғабитті іздеуге асықпады. Үйдің алдында біраз отырды. Өңешін айра айғайлаған Алтынның бойынан кезінде өзі ғашық болған сүйкімділікті іздеп таба алмай әлектенді. Бір кездегі қылықты арудың албастының ұрпағына қалай ұқсап кеткеніне түсіне алмады. Әлде ол кезде Мұса қыздың жан дүниесін тани алмағаны ма? Әйелінің ащы даусы құлақ түбінен кетпей, дыңылдап тұрып алған Мұса орнынан тұрып, жолдың арғы бетіндегі сыраханаға бет алды. Мұса сырахана ішінде жалғыз отыр. Кеш бата адам толатын сыраханада бір ғана даяшы қыз. Қалғандары кіріп шыққан адамдар. Шеткерірек орынға жайғасқан Мұса терезеден сыртқа қарап ойланып отырды. Ол жерден өз үйінің балконы, ас үйдің терезесі көрініп тұр. Қарындасым, менен тапсырыс алшы. Сәлеметсіз бе аға, не қалайсыз деп, даяшы қыз елпілдеп жанына келді. Маған Шымкент сырасынан әкелші. Сосын, тамақтар дайын боп қалды, ыстық тамақ. Жоқ, әзірге сыра кел. Қазір жігіттер келсе тамақтарға тапсырыс берермін деді. Жігіттер келсе дегені бір ойы ең жақын досы Шыңғысты шақырып, ішіндегі 40 жыл қатқан шерін бір тарқатпақшы еді. Мұса дос жарандарының жанында көңілді отырыстарды қыздырып жүргенімен, ішіндегі мұңын қанжылап тұрса да қайғысын ешкіммен бөліспейтін. Еркек боп кейде ащы су ұрттағанда ғана алтынға қарап, сөз қайтарып, ретсіз тиісіп мазалайтын. Бүгін Алтынның айтқандары басын солғылдатып жібергенде, еріксіз жанына жақын адамын іздеді. Алтынның 20 жыл жырлаған молжыңынан шаршаған Шыңғысқа айтып, іштегісін ақтара сырласып, жеңілдесі келді. Телефон алып, Шыңғысты терді. Шәке, қалайсыңдар? Мұртекем, жақсымыз. Қазір ғана есіме алып отыр едім, Жаннарға айтып. Жанқа қалай, балалар шапқылап жүрме? Бәрі аман. Бүгін бір демалыс жариялап өзіміз тау жаққа барып, үйге кірген бетіміз. Ауылдан ініммен келінім келген, оларды да қыдыртып. Жанар қайнысы мен келініне жылқының сүретін салып жатыр. Алтынды ертіп тамаққа келіңдер. Рахмет, Шәкебайым. Мен бір ақылдасатын шаруа боп. Не жайында? Үй жаққа келсең асықпай ақылдасайық. Бір аптадан асыптау, сендерді көрмегеніме. Әйеліңді ертіп алда, келсеңдерші деп Шыңғыста Мұсаны көргісі кеп тұрғанын білдіріп жаны қалмады. Інім мен келініңді жайлап жіберіңдер. Ертеңдері өзім соғып кетермін. Ақылдасатын шаруаның асығыстығы жоқ. Жанкаға сәлем айт. Ғабитті тосып отыр едім, хабарласармын деп, Мұса Шыңғыстың жауабын күтпей телефонды қоя салды. Сырахананың ішінде Музарт тобының әттең айы зарлап тұр екен сол сәтте. Әттең ай, өткен ай, оралмайтын жастық көктем ай, өкпелі ай, сол көктемнің көңіл кептері ай. Мүмкін бе, қайтаруға қайтасыл күнді ай. Шіркін ай, табу қиын өмір кілтін ай, зарлау әнді естіген Мұсаның тұла бойы бағанадан бері сімірген sıрадан емес, өткен өмірі ойына түсіп, жансыздана бастады. Үйінің балконына тесірейген күйі Алтынмен өткізген 25 жылын електен өткізді. Шыңғыс өз үйінде інілерін, туыстарын күтіп алып, риза өтіп жіберді. Оның анасы ауырмай-ақ Шыңғыс пен Жанарға жиі келеді. Егер Жанар жаман болса келмес еді ғой. Менің анам неге келмейді? Өмірдің кілтін табам демей-ақ, бір әйелімнің тілін таба алмаған сорлымын ба? Анамның бар үмітін су сепкендей өшірдім ғой. Сонда мен нашар отағасы, жаман әке, шешемнің алдында қайырымсыз бала болдым ба? Мұса, қай жерден қателестің? Кімге не жамандық жасадың? Кімді ренжіттің? Алтынның сөзіне еріп, осы уақытқа дейін жалғыз қарындасыңмен де қатынасыңды үзе бастадың. Туған ауылыңа барып,
Жылына бір рет әкеңнің бейтінің басына бір уыс топырақ тастамайсың. Оны қойшы. Айына бір рет өз шаңырағындағы еш шығарып Құран оқып, дұға тілемейсің. Мүмкін әкемнің әруағы риза емес шығар осылай болғанына. Шешемді ағам екеумізге тапсырып кетті. Ағам да жоқ қазір. Менің жүрісім мынау. Бір әйелдің арбауында қанша жыл отырдым сонда. Неге ұйықтап жүрдім? Менің баяғыда ауылдан кетерде жоспарлаған мақсаттарым бөлек еді ғой. Анамды Алатаудың бөктерінде немерелермен саябақтан алып кетем. Көлігіме отырғызып жер дүниенің бар қызығын көрсетем дегенім қайда. Мұса, ұйқыдан тұр, көзіңді аш. Алтынның айтқанымен жүруді доғар, еркек бол деп, өз оймен өзі алпаласып, Мұса сыраханадан шықты. Есікті ашқан бетте Алтын күйеуінің сыралатып келгенін түрін көріп, енді сен алжиын дедің бе, ұлың қайда? Мені ажалымның бұрын өлтіретін шығарсыңдар. Не мынау түрің, атауыңды шүкір. Мә саған атау деп, Мұса Алтынның жағынан салып қалды. 25 жылда бірінші рет Мұса әйеліне қол көтерді. Балаларына мүлдем көтермейтін. 25 жылда бірінші рет шапалақ дегеніне не айтарын білмеді ме? Алтында дымын шығармай, үнсіз бөлмесіне кетіп, өлтіріңдер мені, тірідей көміңдер апарып. Бұл үйде қадірім қалмады. Ұлына да қызына да жаумын, байдан да бағым ашылмаған дегенде бөлмеге Мұса келді. Вот именно, сенің бағың ашылған. Алтын, сен нағыз бақытты әйелсің. Өзің сол бақытты бағаламай, сыртқа теуіп жүрсің. Сенен де халі мүшкіл әйелдер бар. Солардың күйеулері сияқты күнде сабап жатырмын ба? Әлде күнде ішіп миыңды шірітіп отырмын ба? Ақша таппай қайыр тілеп, балаларың аш-жалаңаш отырма. Не керек саған? 25 жылда саған қарсы келдім бе? Қазір айт, егер мен саған қарсы келіп, еркегің ретінде ренжіткен болсам, бетіме түкір. Әлде көлденең жүріс жасап, үстіңнен аттап еттім бе? Балаларды жаутаңдатып қойдым ба? Дегенінде жасамай қойдым ба? Қашан қанағат пайда болады сенде деп, Алтынның жанына келді. Сенің қанағаттың бітпейді екен. Неге мен қанағаттануым керек? Олыма көше көзген жын періні үйге әкелме дегенім бе? Мама, папа, көзімді ашқалы сендердің осындай қырғындарыңды көріп келем. Надоело живи. Немене? Шаңқылдап ұрса бересіңдер, мама. Папам дұрыс емес бірдеңе жасады ма деп Қасым кіріп келді. Жетпегір. Енді сен күшік қалып едің маған ақыл айтуға. Кет құры, көзіңді жоғалт. Әкеңнен бастап данышпансыңдар бәрің. Молама ерте жібересіңдер сендер мұна түрлеріңмен. Онсыз да кетем. Ғабит та кетті, енді мен де кетем. Бірақ қайда кететінімді айтып кетем. Қорықпаңдар. Теміртауға кетем, әжемнің жанына барып демалам. Осыларыңның бәрін әжеме айтам. Баяғыдан бері әжем туралы айтқандарыңды түгел жеткізем, мама. Ой, сатқын шірік. Мен бала тудым ба десем, өзіме қарсы шығатын бәле туған екенмін ғой. Осының бәрін сен үйретіп жүрсің бе әлде? Деп Алтын көзі қызарып Мұсаға қарады. Мама, әкем бізге жақсы нәрселер ғана үйретті. Өзінің көргенімді ғана айтам. Артық ештеңе қоспаймын, қорықпаңыз. Бірақ әжемнің жанында болатынымды өзгертпеймін. Өздерің шақырғанда келермін, деп Қасымда бір сөмкесін алып үйден шығып кетті. Ғабит үйден кетіп алысқа бармады. Жанын біреу түсінсе, осы түсінер деп Зеренің үйіне келді. Ербол шетелде іс-сапармен Зере ұлы мен қызын тамақтандырып, жатқызып жатыр екен. Апақ-сапақта өңі түңеріп келген інісін көріп шошып кетті. Ғабит, тыныштық ба? Әлде үйдегілерге? Тыныштық, Зере. Ешкімге ештеңе болған жоқ, аман бәрі. Нені жасырынып тұрсың? Түрің айтып тұр ғой. Зере, кішкентайларды ұйықтатып ал, сосын асықпай сөйлесерміз. Рұқсат болса бүгін осында қонсам. Әрине, оғанда рұқсат сұрайсың ба? Қонақ бөлмеге өтіп теледидар көп тұр. Қазір жатқызайын. Ал балаларың тезірек ұйықтап қалайық. Ұйықтағанда таңертең ойнауға күш жинаймыз. Күшті болғыларың келеме? Ендеше жатыңдар. Балаларды ауылда сулап жатқызған Зере інісіне асықты. Ғабит әпкесіне барлық жағдайды баяндап берді. Зере, мен Жұлдызды сүйемін. Және баламды біреуге бермеймін. Үйленуге рұқсат бермесе, үйге бармаймын. Мені өлтіріп барып аласың деді мамам. Олай дейтін болса, өзім өлемін. Ғабит,
не сөз айтыпты отырғаның? Анамыз айқайлап басылады. Қазір енді тойдың қамын ойлап жатқан болар. Бүгін кеш жатып демал, ертең Айшамен ақылдасамын. Қолы бос болса жұмыстан соң үйге барамыз. Сол жерде анамызбен өзіміз сөйлесеміз. Үйленесің, қорықпа. Әпкесінің жүрегін басып, үміт отын жаққан сөзінен кейін Ғабит алаңсыз ұйқыға жатты. Ертеңінде Зере Айшаға телефон соқты. Қыздар анасының қылығына қарындары ашып, кешкілік ата-анасының шаңырағында кездесуді жоспарлады. Мұсаның түнгі дәрісінің соң басы ауырып отырған алтын қыздарын құтырған иттей қарсы алды. Жайшылық па? Әшейінде келмейтін қол ұстасып, судай тасып кеп қалыпсыңдар ғой. Тыныштық болар. Ұрысты бірінші бастағысы келмесе де тістене сөйледі. Қалдарыңыз қалай, мама? Жақсымыз. Жақсылығы сондай, інілерің әке атанамын деп, оған есі кеткен әкелерің арақтың соңында жүр. Түнмен біреуін уайымдап, екіншісімен алысып, әңкі-тәңкім шығып отырмын. Айтулы күндері болмаса ішімдікке аса әуестігі жоқ әкелерінің бұнысына қыздар таңданбады. Мама, әңкі-тәңкі боп отырсаң, кім кінәлі? Ғабит үлкен жігіт. Үйленем десе, үйленсін, әке атанса, тезірек немерелі боласыңдар. Айша, сен түнде жақсы ұйықтап бедің. Саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін қайтып сөйлейсіңдер. Қайдағы үйлену? Тойдың шығыны қаншама? 2 той жасаған адамның шығынды жобалап отырмын. Әрі басқа қыз құрғандай, жердің бір жерінде барса келмес аралында қалып кеткен Абор екенінің қызын алмақшы. Құдай-ау, адам шамалы шамасына бет әлпетіне қарамай ма? Ол салдақының қалада тұрақтап қалу мақсаты сүмеңдеп, інің соның соңында жүр. Мама, мәселе ақшаға тіреліп тұрма. Той шығынын өзіміз көтереміз. Құр айғайлай бермей, рұқсатыңды бер. Бұлардың бәріне менен бірдеңе керек, әйтеуір. Шығынды төлейміз дейді. Оның қанша ақша екенін біліп тұрсың ба? Ол саған дүкенге бір кіріп шыққандағы шығын емес, мен төлей салаймын дейтін. Қыздарының аузынан тойды біз жасаймыз деген сөзді естіген күйеуінің кешегі шапалағы есінен кетпей тұрған. Ұлы шынымен өліп қалса деген қорқынышы мазалаған алтын бірден жібей салуды әлсіздік санап, тулап ақыры келісімін берді. Қалталылар мен құда болар кездегі дайындыққа қарағанда бұл той жетім қыздың тойында өтті. Кит, той бастар деп шарқ ұрған алтын жоқ. Асабасы да дастарханы да жөн жоралғыға берері де анау айтқанда ерекшеленбеді. Сонысымен ақ келінге деген көзқарасын білдіріп қалды. Екі жақ жорғада дорбада алмасты. Өзі зорға жүрді. Той үстінде көңіл күйін сұраған қонақтарға ауырып әрең жүргенін қайталаумен болды. Шешесінің көңілсіздігі Ғабитта байқады. Байқаса да үйленуге рұқсат бергеніне шүкіршілік білдіріп, үнсіз қала берді. Тойды амалсыз көңіл күймен өткізді. Алтынның ойлаған жоспары да енді басталды. Екі қызының ұзату тойларында ерекше сезіммен білек сыбана кіріскен алтын бұл жолғы тойды аса ықыласпен жасай қоймады. Өзіндік себебі де бар. Екі қызының барған жері ұрты майға толы шылқыған байлар болса, ұлының қыз алған жағы нағыз тақыр кедейдің өзі. Жұлдыздың әке шешесімен тойда төс түйістіріп құшақтасуды да құдасымен құдағиына елжірей беріле қоймаған. Алтынның бұл кемшілігін Мұса ғана толықтырды. Құдаларын құдайындай сыйлап, той біткенше ылтипат білдіріп, арқа-жарқа ауылдың әңгімелерін айтысып, емен жарқын шығарып салғанды. Келін түскеніне бір айға жуық уақыт өткенде, алтын келіні жұлдызға қарсы жинаған не бір компроматтарын шығарды. Алдымен келіннің өзіне тиісті. Ұлы мен күйеуі жұмыста болғанда түскі ас кезінде мама астайын деген келініне шақтырмай қарады. Онсыз да сіркесі су көтермей тұрған алтын төсегінен басын көтеріп, сағатына қарады. Келіні келгеле таң атпай тұратын әдетінен жаңылып, түске дейін ұйықтайтынды шығарған. Жұлдыз, мына шай суып кетіпті. Мұздай шай ішкеніме 1 ай болды. Құмарым қанып, қою шай ішем бе десем, келін алғалы ол арманым көзден бұлбұл ұшып бара жатыр. Немене, шешең дұрыстап шай дайындауды да үйретпеген бе? Мама, кешіріңіз, қазір ыстып, керек емес, тамағыңды салшы деп
зілді бұйрығын берді Алтын. Жас келін орамалы қисайып, үстіне киген ұзын көйлегінің етегіне сүрінердей, үстел мен газдың ортасында айналшықтады да қалды. Қақшиып не істеп тұрсың, тамақ дайын деп ояттың ба? Берсеңші атау көрімізді деді. Мама, 5 минут қазір. Айттым ғой, келін алып қолым ұзарады деп бекер армандаппын. Осы үйге неше жыл қатын болғалы, байының да, баласының да тамағын уақытында беріп, бәріне үлгердім. Сонда да осы үйде мен жаманмын. Біреуі менің ойымдағыны жасамайды. Мама, ішім ауырып барады түйіліп. Құдайым-ау, келгелі сенің ақ аңқыл-сыңқылың бітпеді-ау. Баршы жат бөлмеңе барып, бүкіл әлемде аяғы ауырлап, сорлап қалған сен ғой. Біресе аурумын, біресе саумын деп, есімізді шығаратын шығарсың ішіңдегі шыққанша. Ауру болсаң, оныңды айт. Барда ауруханаға жат, қыз күніңде желпілдеп желең жүргенінің кесірі, осының бәрі деп Алтын келіннің ас үйден шығарып бер жіберді. Жалғыз өзі отырып, асын ішіп, ортаңғы бөлмеге келіп, телефонын қолына алды. Бұлар жатын бөлмені Ғабит пен Жұлдыз иеленгелі бері Алтынның ит жыны соғанда тырысып жүрген. Өз бөлмелерінде бүк түсіп жатқан келінін көріп, есігін ашып қойды. Зина, қалайсыңдар? Келмей кеттіңдер ғой. Амансың бал түйші, уақыт жоқ, жұмыстан шыға алмай. Келін қалай, қолың ұзарып шалқаңнан түсіп бір дем алып жатқан шығарсың. Менің онсызда көтеріліп тұрған қан қысымымды одан әрі шапқылатпашы, Зина. Шалқамнан жатқаным жоқ, шалқамнан түсіріп жатыр. Ой, не дейді? Аманшылық па ол келіндікі? Бұлай қазақы тәрбие алған түріне қарап, кісіні сыйлайтын ибалы. Түр деген оттай береді ғой. Қазақы, ибалы дегенді айта көрме. Ауылдың қыздарының бәрі байға тигенше сыпайы, инабатты болады емес пе? Ауылда шешелері солай үйретеді ғой деймін. Ал байға тиген соң қыңырланып, айтқанын істетпей қоймайтынын білмеппін деп даусын шығара сөйледі. Келіні оның бәрін естіп жатыр. Алтынға да оның естігені керек. Мынауын қып-қызыл өсек қой Алтын. Телефонмен айтып құмарымды қандырмайсың. Кешке үйге келерсің. Жанарды алып жақсылап тұрып талқылайтын мәселе екен деп өсекке бір табан жақын Зина отқа майды лап еткізді. Сол ғой, менің зарымды кім тыңдасын бұл үйде? Ұлға айтсаң да, байға айтсаң да келінді жақтайды бәрі. Ішіндегі баланы мен салып бергендей міндетсінетінін қайтерсің. Мен үшін туама әлде, мен үшін байға шықты ма? Тақыр кедейліктен құтылып, аузы аққа тиіп отырғанына шүкірдеу керек қой. Артынан әкелген мыңғырған дүниесі бардай, алдымда кердеңдейді ғой. Айтпақшы, құдалыққа әкелген киттер туралы айтпаппын. Сықылықтап күлді. Бірақ бұның бәрін естіген Жұлдыз ләм-мем деп енесіне ештеңе айтпады. Өйткені ауру жанына батып, бір айдан бері құлағына сіңіп қалған әңгіме Жұлдыз үшін жауыр бола бастаған тақырып еді. Кешкі Зинаның үйінде ұлы дала әйелдерінің конференциясы өтті. Баяндамашы Алтын Алпамысова жиналған жұртшылыққа келін емес кесір тақырыбында жазып келген ғылыми жобасын ұсынып отыр. Сұрақ қоюшылар қатарында Жанар мен Зина, одан қалса Зинаның сіңілдері Зайкөл мен Айымсұлу ханымдар болды. Өзекті мәселені қозғаған Алтын ханымның айтқан мысалдары мен дәйектерін конференцияға қатысушылар қызу талқыға салып, соңында Алтынға келінді бастан тәрбиелеу керек, алғаның бетіңнен қайтпа деген сөз қолдауларын білдіріп, көреген ене деген марапаттарын ұсынды. Зинаның үйінен шалқар шабытпен келген Алтын келіннің кемшіліктерін Мұса мен Ғабиттің алдына жайып салмақшы болды. Алтын келгенше кешкі астарын ішіп, әрқайсысы өз жұмыстарымен айналысып отырған үй ішіндегілер оны мән беріп қарсы ала қоймады. Кіре сала ас үйге барып тып-типыл боп жинаулы тұрған дастарханды көріп, бұл үйдің дастарханы да тақырланып бара жатыр. Сырттан келетін адам үйде де отырып бір жұтым су ішеді-ау. Дастарханымды жайып қояйын дейтін келіні жоқ бұл үйде. Кедейдің тықыр табағынан қаспақ жеп келген қатын қайдан білсін мұндайды? Ғабит, осы сен кімді әкелдің үйге деп айқайлап жіберді. Шешесінің жан даусын естіген баласы жүгіріп ас үйге келді. Мама, ауырып отырсыз ба? Менің ауырып жүргеніме айдан асты. Ең аяғы ас суымды дұрыс ішпеймін қазір. Сенің әйелің тамағым берем дегенше кеңірдегіміз үзіліп,
жұтқыншағымыз жылынып кететін болды. Тағы да ішін сипап жатыр ма, кесапатың деп үйді басына көтерді. Алтын, қайдан келдің? Не айқай мынау? Келін тамағымызды беріп жатып қалды. Аздап ауырын қарап тұрып байқадым деп, Мұса келіп ас үйдің есігін жауып қойды. Аш анау есікті, тұншығып өлдік қой, үніміз шықпай. Келін емес кесапат келді бұл үйге. Адам сияқты отырып, ас ішпейміз. Қазанның түбін жалап, тақырлатып қояды. Бар тамақты неге аяйды осы? Бұл өзінің әкесінің үйі емес қой, бетін сығып отырған. Алтын, тоқтат болды. Аяқ ауыр болғасын түсінуің керек. Кезінде өзіңде. Не кезінде? Кезінде маған әр баламды туған сайын енен келіп жағдайымды жасап отырып па? Әлде сен бала шешем бағып қағады деп келісім шартқа отырып әкелдің ба осы кесірді? Деп ұлына бір, Мұсаға бір қарады. Айқай шуды басы айналған Ғабит шешесіне бір ауыз тіл қатпай, әйелін киіндіріп сыртқа шығып кетті. Сірә шешесінің запыранын әйеліне одан әрі естірткісі келмеген болуы керек. Үй іші тым-тырыс. Мұса балконға шықты, Алтын басын ұстап, бөк түсіп жатыр. Жарты сағатқа жуық сыртта болған күйеуі кірген бетте Алтын тағы бастады. Кетіңдер бәрің. Жарты сағат толғатып, сен де кететін боп шешіп келген шығарсың дала кезіп. Осы сайқалды алма деп зарладым ғой. Еш қайсың тыңдамадыңдар. Көп болса мұндайлар баласын туып жетімдер үйіне өткізсе де амалын табар еді. Менің балама тимей-ақ келіп алып, қыңыр мінезін көрсетіп, мені жеңем дейді. Атаңның басы жеңерсің. Ішіңдегі баласын туғанша бәріміз осының көтінін аңдып, артынан жүретін шығармыз. Алтын, болдың ба деді Мұса. Болмасаң болдырдайын дедің бе? Әлде мені енді сен тұншықтырасың ба деп Мұсаға тесірейіп қарады. Иә, мен сені дәл қазір тұншықтырамын. Мұсаның айында, жылында бір ашуланатын әдеті бар. Ондай кезде айтар ойын шегелеп, енді қайтып ол тақырыпқа оралмайтындай сөз айтатын. Күйеуінің солай бір әңгіме бастайтынын білгенде, Алтын тілінің ұшымен ғана айт енді, тұншықтырсаң деді. Тыңда мені. Келін келгеннен бергі жағдайды емес, сенің қалай келгеніңді есіңе салайын. Дәл сол кезде орынборда жылап отырғанда жұбатып, көз жасыңды сүртіп мен үшін демеу болдым. Сені өліп өшіп жақсы көрді дейсің бе? Жоқ, саған қазағымның қызы ғой, жыламасын. Өзіне қол жұмсап бәлеге ұрынбасын деп жаным ашыды. Бір ғана өзім алам сені деген еркектік сертімді бұзбай, осы күнге дейін сол сөзімді аяққа таптамай, сенің айтқаның дұрыс деумен келем. Ал сен не істедің? Менің жалғыз шешемді жылатып қойдың. Жалғыз ағамды иттің етінен жек көрдің. Жалғыз жеңгеңді күндес санадың. Жалғыз қарындасымды түлкіге де, маймылға да теңедің. Сен үшін олардан асқан жау болмады. Мен сенің қай бауырыңды, болмаса шешеңді тілдедім. Сонау орынборда жылап отырғанда айтқан уәделерімді мен орындап келем. Ал сен орындадың ба? Бала туып бердің, қалғанын орындамадың. Оған да көндім. Қисық қабырға түзелмейтінін білсем, уақыт өте келе сабасына түсер дедім. Бірақ сен ішіңе жын кіргендей жылдан жылға құтырына бердің. Мұса, сонда мен сөзімді білме, аяғына дейін тыңда. Екі қызың шүкір бақты, олардың бақты болғанына қуанамын. Ал енді мына бір түйір келініңді неге сыйғызбайсың? Екі қызыңның енелері оларды да дәл сен жасағандай күнде жүндей түтіп отырса қайтер едің? Соны ойладың ба Алтын? Жұлдызда біреудің осы қызы осылай жылап жүрсін деп берген жоқ әке шешесі. Бізге сенбесе де Ғабитке сеніп берді қыздарын. Балаң аманаттап алды ол қызды. Сен сонда балаңның аманатын Құдайдың алдында орындатпай бұзғалы отырсың ба? Ондай жауыздыққа барма Алтын. Осының барлығы үшін қыл көпірге барғанда сен де мен де сұраламыз. Сондықтан да ұлыңның да келіннің де обалына қалма. Керек болса бөлек шығарармыз. Ішіндегі сәбиін аман есін босағанша шыдай тұр. Құдайдан үмітің бар ма осы сенің Алтын? Ендігәрі ұл мен келінге сөйлемейтін боласың. Қаусап отырған жоқсың, өз тамағыңды өзіңде жасай аласың. Менің шешем сен жүкті бұл кезде келмесе, оған өзің кінәлісің, оны білесің. Жаның алып білмегенін үйретіп, қатесі болса түзетіп,
Бағыт бағдар бермейсің бе келінге? Келінге келгелі бері қабағың ашылмады. Өйткені ол жүкті боп көшеде жүріп баламның. Алтын, бір ауыз соңғы сөзімді айтайын. Кезінде сені алар кезде қанша еркек көрпеңді көтергенін есептемедім. Осы уақытқа дейін бетіңе баспадым, соны біл. Ешкімнің сөзіне құлақ аспадым. Туған анамның да қарсылығына қарамадым деп, Мұса да ұлы мен келіннің артынан сыртқа шығып кетті де, бірдеңе ұмытқандай қайтып кірді. Жақсы, бағбанның бақшасындағы гүл жайқалып өседі дейді. Мен бағбан болсам, сен гүлге су құюшы жәрдемшісің. Осы гүлімізді өзіміз қуратпайық, есіңді жиып, осы сөздің мәнін түсінсең, тезірек тәубеңе кел, деді Мұса. Мұса, мен кеттім, деп есікті сарт еткізіп, қайта шығып кетті Мұса. Сырттан келген Ғабит бірден ас бөлмеге беттеді. Мама, бүгінгі сөздеріңнен кейін бұл үйде тұруы мүмкін еместігін түсіндік. Бір ай рұқсат бер, Жұлдыз аман есен босанып алсын, сосын кетеміз. Кетіңдер, жоғалыңдар. Бәріңе жау, бәріне мен кінәлімін, тауыпсыңдар. Бар кінәм үйде отырып, сендерді өсіргенім. Өз қолдарың ауыздарыңа жеткен соң, осылай көсілдіңдер ме? Бір ай тұрмақ, бір күнде жоқ кетіңдер. Мама, соңғы сөзіңіз бе? Иә, алғашқы да соңғы да сөзім осы. Бұл кесапатты үйіме о баста кіргізбеймін дегенмін. Маған шарт қоятын сендер емес, өз үйімде өгейдің күйін кештірем десеңдер, қателесесіңдер. Сен зымиян, ішіндегіңмен мені жеңе алмайсың. Сұқ саусағын шошайтып алған Алтын жынын біраз шашты. Мұсаның өзі болмаған соң, әлгінде айтқан сөздерін ұмыта салды. Мама, болған шығарсыз, сізге не жаздым? Келгеле мамалап көңіліңізден шығуға барымды салып келемін. Сен маған сөйлеп тұрсың ба? Бүгінге дейін байыңда бетіме келмеген. 1000 күн сынбаған шөлмек бір күн сынады. Мама, мен түріңізбен түбі жалғыз сопайып қаласыз. Балаларыңыз анам деп далаға тастамас, бірақ жүректерінде сізге деген сүйіспеншілік қалама. Соны бір сәт ойланыңызшы. Ауылдан келген түк көрмеген қыз шығармын сіз үшін. Бірақ анам үлкеннің бетіне келме деп тәрбиелеген. Бүгінге дейін қанша сөз естіп жатсам да, аузымды буып алып, әрең жүрдім. Бетіңізге келгенім емес, шындық осы. Ұзақты күні мен деп кеудеңізді ұрғаныңыздан, ұнатпаған жанды жердей қылғанның пайда тауып, өміріңіз жақсарса, мен ақ бұл үйден кетейін. Ғабит ереме жоқ па өзі білсін. Жұлдыз киімдерін жинай бастады. Ғабит үнсіз көмектесіп өз заттарында жинай бастады. Басы ауырған Алтын диванға құлай кетті. Екі кештің ортасында емкі сөмкелерін көтеріп шығып бара жатқан ұлы мен келіннің көзінің қиығымен шығарып салды. Әйеліне ашуланса, көшеге шығып, жүріп қайтатын әдетімен Мұса түн ортасы ауғанда оралды. Үйіне келсе күнделікті диванда Алтын жоқ. Ұлы мен келіннен босаған бөлмеге жайғасып, алаңсыз ұйықтап жатыр екен. Мұса әйелін жұлқылап оятты. Алтын деймін, балалар қайда? Немене жұлқылап? Алтын басын көтеріп кереуеттің арқалығына сүйеніп отырды. Кетті балаларың, бала болмай кеткірлер. Келіннің мақсаты да сол екен. Жүр деп еді, сүймеңдеп, ұлың соңынан кетті. Қалай? 7 түнде қайда кетті? Неге тоқтатпадың? Шырағым, кедемді тұрған адам мені тыңдай ма? О бастағы ойлары. Алтын, Мұсаның тілі мен қолы бірге қимылдайды. Жұдырығын әйеліне бағыттап барып, бетін жанай өтіп, кереуеттің арқалығын қойып қалды. Алтын ойбайлап, аршып түсті. Сен қатын, үндемегенге қалай көсілесің? Жетер енді, жетер. Айналаңдағылардың бәрі жексұрын. Дүниедегі кіршіксіз жүрек иесі сен ғана. Бір мезгіл қатені өзіңнен іздеп көрдің бе? Кішкентай балалар қыстың көзі қырауда қайда барады? Кішкентай түгі жоқ. Олардың жасында өзіміз? Иә, олардың жасындағы өзіңді есіңе түсірдің бе? Қандай болып едің? Мұса, онсыз да басым ауырып жатыр, мазамды. Басыңды ұрайын сенің. Ол бастың ауырғанына 25 жыл болды ғой. Ендігі түсіп қалатын болды. Өзіңе сөз келсе ауыра қалатын басыңның кнопкасы жақсы жұмыс істейді екен. Есіңе түсіргін келмесе де, бүгін мен түсіремін. Сен Жұлдыздың жасына жетпей еркектің құшағын көргенсің. Бетіңе баспаймын деп уәде берсем де, дәл қазір айтамын.
Жігіттік қасиетіне емес, қалтасына қарап алданғаныңды ұмыттың ба? Әлде жалғыз құтқарушың мен болып, етегімнен ұстағанымды ұмыттың ба? Той өтпей жатып, ата-анамның үйінде әңгір таяқ ойнатып, Мұса алдымен барып орналасып алсын, пәтер тапқан соң артынан барарсың дегенді жасалғалы тұрған жамандыққа балап, ұлы соғыспен Алматыға бірге келгеніңді ұмыттың ба? Содан бері Теміртауға неше рет бардың? Ағамның өлігіне де бармадың ғой сен қатын. Сонда да жұрт жаман, алтын керемет. Қателігім о бастан бетіңді қақпағаным. Балалар өскен соң сенің күнделікті өзің қызыл болып жасайтын төңкерісіне тойып жүр деп көздерінше қол көтермегенім. Бірақ шыдамым шегіне жетті. Жай сөзді қатты айтқанды ұқпайтын қатын екенің белгілі. Ал аяғы ауыр келінді баламмен бірге жеті қараңғы түнде тентіретіп жібергеніңді ешқашанда кешірмеймін. Ғабит түбі Астанаға кетем деп жүрген, оны тоқтата алмаймын. Алайда тура бұлай түнде кеткенін сенің кінәң. Бұдан бұлай жоқ жерден бәле іздей ызыңдамай, жан-жағыңа жаудай түйіспей тыныш жүресің. Ішің піса өзіңмен айналыс. Энергияңды жұмсаудың басқа жолын ізде. Кітап оқы, курсқа бар. Білмеймін, өсекпен айғайдан басқа нәрседе бар екенін есіңе түсір. Енді осындайыңды көрсем айтпады деме. Құдағи, әже боп отырған жасыңа қарамай бөлек кетеміз. Балалардың кімді қолдайтынын ойлана бер. Өмір бойы дайынға ие болып, тіліңмен орақ орып келесің. Осы жасыңда сопайып, жалғыз қалсаң, біреуге тиіскеніңді көрейін. Басым ауырды дегеннен, әйелінің екі иығынан мықтап ұстап, үстіне төніп сөйлеп тұрған Мұса, алтынды бір сілкіп артқа итерді де шығып кетті. Ұлының бөлмесіндегі диванға жатты. Інілері үйден кеткенін естіген Зере мен Айша арнайы келіп, аналарын кінәлап кетті. Бала кездерінен әке мейіріміне бөлінгенімен, аналық махаббатты сезінбегендерін, төркіндерін еске алса, айрандай үйіған отбасы емес, айғайдың отаны көз алдарына келетінін, жылап отырып айтып, інілерін сыйдырмағанын, үйге келгілері келмейтінін жеткізді. Студент Қасымда ағасымен хабарласып тұрғанмен, ол туралы алтынға тіс жармайды. Алғашында бір күндік, айғайдан кейін үйреншіктік қылықтары деп қабылдаған алтын аптас, ай өткенде де күйеуі мен балаларының өзіне деген реніші қайтпағандықтан ойлана бастады. Ішіне толған күйігін жеткізетін жан таппай қайналды. Келін мен күйеуінің жалғыз қаласың деген дауыстары құлағының түбінде азыңдап тұрып алды. Арнайы жиын өткізіп, аузы-аузынан жұқпай өсек айтқанмен, алтын құрбыларына өзін берекелі отбасының анасы ретінде көрсететін. Құрбыларына сырын ашса, олардың алдында өзі қолмен құйған алтын тақтан түсіп қаларын біліп, тілін тістеп жаһанда жалғыз қалғандай күйде жүр. Үй ішіндегілерді сөзге тартып, татуласуға ұмтылуда қолынан келер емес. Өмір бақи, біреудің алдында иілуге рұқсат етпеген көкірегі кедергі. Ғабит пен Жұлдыз қонақ үйге келіп, бірін-бірі қолдауға, не кінәлауға сөз таппай, үнсіз жата қалды. Бір аптадан соң жұмысына шыққан Ғабит, істеген уақытына алған азын-аулақ ақшасын билет алып, қыстың қаһарына қарамастан Астанадан бір-ақ шықты. Оқу бітіріп елордаға кеткен достарына хабарласып, пәтер тапқызып, алғашқы айларда төлейтін қаражатты Зереден қарызға алған. Астанаға келе, екі қолға бір күрек тапқан Ғабит жұмысқа басымен кіріп кетті де, Жұлдыз босанар күнін күтіп үйде болды. Үлкен қала кімді де құшақ жая қарсы алмайды. Жас отбасы қиындықтың қандай болатынын енді түсінді. Сөйтсе де мойымай, алға ұмтылған жұбайлар бір ай өткен соң ұлды болды. Мұса балаларын ертіп, немересін шығарып алуға келіп кетті. Алтын сырттан естіп отырса да, арнайы айтылмаған соң Алматыда қалды. Күндер өтіп жатты. Бастапқы күндері тиісуге қара таппай ішіндегі жынымен жалғыз алысқан алтын бара-бара одан да шаршады. Үй ішіндегілердің біреуі де өзіне көңіл аудармайтыны, жақын тұрып қыздарының келмейтіні жанына шындап батты. Бір күні түсіне әжесі енді. Қабағы түйілген кейуана алтынға ұзақ қарап тұрды да бұрылып кетіп қалды. Ұйқысынан ояна сала алтын Құран оқытуға мешітке барды. Садақа беріп, Құран оқытқан соң сыртқа шыққанда жас келіншектердің молдадан ақыл сұрап,
істерінің шариғатқа сай екендігіне көңілдері толып келе жатқанын құлағы шалады. Қайта бұрылып мешітке кірген Алтын бұдан кейін әр жұмада сол жерден табылып отырды. Күйеуі айтқандай уақытын кітап оқуға жұмсады. Күні бойы діні кітаптар оқып, келесі жұмада түсінбегенін сұрап, имамның ақыл кеңесін тыңдап келеді. Уақыт өте жүрегіне иман орнап, діни сауаты артқан Алтын көкірегін жеңіп, отбасынан кешірім сұрады. Мұса екеуі бірнеше жылдан бері алғаш рет айғайсыз, жанжалсыз ұзақ сөйлесті. Қыздарының бақытына шүкір деп, осы күніне жаратқанға мың алғыс айтты. Сөз соңында Алтын: «Мұса, мен енді өзгердім. Шындап өзгердім. Бұрынғы Алтынды енді көрмейсіңдер. Қаншалықты ауыр сөз айтып, ең жақын адамдарының жанын жаралап келдім. Кешірші мені» деп қиылды. Алтын: «Кешірмейтін болсам, жаныңда қалмас едім. Түбі бір өзгереріңді Орынборда өзің мойындамасаң да, бойыңнан мен көрген бір мейірім қайта оянатынын күттім. Бірақ сен менен басқада қанша адамды білемін. Мұса, осы демалыста Теміртауға барайықшы. Мен мамам мен абысынымнан кешірім сұрап, немерелерімнің қуанышына шақырайын. Ғабитті де көрмегелі жылдан асыпты. Маған айтпасаңдар да жағдайына, әңгімелеріңнің қанықпын. Теміртау Астанаға тиіп тұр емес пе? Анамыздың кешірімін алған соң балаларыма барайық. Немеремді бауырыма басып тұрып, жатқан жерлерін көрейік. Қандай көмек керегін білейік. Келінім кешірсе, өздеріне ыңғайлы уақытта осында келсін. Сол кезде әулеттің үлкендерін шақырып, немеремнің бір жасын жасағым келеді». Сенбінің кешінде қолдарында жақындарына деп алған сөмке базарлықтары бар. Мұса мен Алтын үйді Қасымға тапсырып жолға шықты. Әңгіме осымен тәмам. Бізді оқитын, тыңдайтын тыңдармандар, әдебиетті жан тәнімен сүйетін, көзі ашық жандар деп есептеймін. Жазған дүниелерімізді ой түйсе, тәрбиелік мәні болса деп тырысып бақтық. Ал енді ол мақсатымызға жеттік пе, жетпедік пе? Оны көзі ашық, көкірегі ояу оқырман сіздер шешесіздер.